Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен тойымды обжора деп аталатын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Жарты келі қиярды екіге бөліп, жіңішке етіп тураймыз. Піскен тауықтың етінің майлы жерін және терісін алып тастаймыз да, жіңішке және ұзынша етіп турап аламыз. Содан соң қайнатылған жұмыртқаны екіге бөліп, оны да ұзынша етіп турау қажет. Консервідегі туралған саңырауқұлақты саламыз. Содан соң индейканы да осылай турап салу қажет. Консервідегі жүгеріні саламыз. 200 грамм майонез және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болғаннан соң тәрелкеге салып, бетіне сәндік үшін қуырылған фриді саламыз, яғни қытырлақ картопты салып әсемдейміз. Салат расымен де тойымды және өте дәмді болып шығады. Менің рецептімен дайындап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.